Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғаламдық экологиялық мәселелер. Жалпы ғаламдық проблемалар әлемді тұтас қамтитын табиғи антропогендік немесе таза антропогендік құбылыстар. Ғаламдық проблемаларды ерекше білім саласы глобалистика зерттейді. Қазіргі таңда халықаралық деңгейде мынадай ғаламдық проблемалар кездеседі. Ресурстар проблемасы, азық-түлік немесе ашаршылық проблемасы, энергетикалық проблема, демографиялық проблема, климаттың өзгеруі, экологиялық проблемалар, үшінші әлем елдерінің артта қалуын жою, қауіпті ауруларды жою, әлемдік мұхит пен космосты игеру, қылмыс пен терроризммен күрес, наркобизнеспен күрес. Яғни аталған проблемалар бұның ішінде демографиялық проблема, яғни халық санының көптігі, халық санының жылдан жылға өсіп келуі. Бұл дегеніміз жердің, табиғаттың бізге беретін барлық дүниесіне сұраныстың көбеюін білдіреді. Климаттың өзгеруі, үшінші әлем елдері, яғни артта қалған бізде Африка материгіндегі елдерді атасақ болады. Жалпы бүкіл жер шарындағы кездесетін қауіпті аурулар және олардың емін табу, оларды жою, әлемдік мұхитты зерттеу, ғарышты зерттеу, дүние жүзіндегі қылмыс, терроризммен күрес барлық мемлекетке ортақ ғаламдық проблемаға айналып отыр. Жалпы ғаламдық проблемалардың ішіндегі негізгі судың өзгеруі, атмосфераның ластануы және озон қабатының ластануы бойынша сабақ өтетін боламыз. Су және оның ластану себептері. Дүниежүзілік су қорларының ластануы бүкіл адамзат қауымын алаңдатып отыр. Судың ластануы көп түрлі әрі ең соңында су экожүйесін білдірумен аяқталады. Су айдындарының ластануын былайша топтасақ болады. Биологиялық ластану, яғни өсімдік, жануар, микроорганизмдер, аш бейімді заттар арқылы судың биологиялық жолмен ластануы, химиялық жолмен ластануы, уытты және су ортасының табиғи құрамын білдіретіндер, физикалық ластану, жылу, қызу, электромагнитті өрістер, радиоактивті заттардың әсерінен судың өзгеріске ұшырауы. Су бассейнінің ластануының негізгі себебі тазартылмаған ағын суларды өзен көлдерге жіберу болып саналады. Су қорларын қорғау адамзат әрқашан суды пайдалануын ұлғайтып, гидросфераға үлкен әсер етті. Қазіргі кезде техносфераның дамуында әлемде адамның биосфераға әсері күшті қарқынмен өсіп келе жатыр. Ал табиғаттық жүйе өзінің қорғаныштық қасиетін жоғалта бастады. Яғни қажетті жаңа жолдар, тенденцияны іске асыратын нақтылықты сезіну болды. Ол табиғат пен бүкіл әлемнің және оны құрайтын құбылыстардан пайда болды. Ал ол жамандыққа негізделді, яғни біздің уақытымыздағы жер үсті мен жер асты суларының бүлінуі. Біз айтылған барша проблемаларға құлақ түре отырып, су қорларын қорғау шараларын жүргізуіміз қажет. Енді атмосферадағы ауаның ластануы, табиғи ластану көздері, антропогендік ластану көздеріне тоқталайық. Табиғи ластану көздері, яғни атмосфераның космостық шаңдар, вулкандардың атқылауы, теңіз суларының булануы, тау жыныстарының шайылуы, топырақтың ұшуы, орман, дала өрттері арқылы ластануы. Ал атмосфераның антропогендік ластануы өндірістік орындар және транспорттар, ауыл шаруашылығы, құрылыс, тұрмыс объектілері, яғни адамзат қолымен жасалынған атмосфераның ластануын атай аламыз. Жалпы бұл суреттерде жаңағы атап өткендей атмосфераның кең етек алған өндіріс орны әсерінен ластануының көріністері берілген. Келесі бізде озон қабаты. Жалпы озон қабаты дегеніміз не? Озон қабаты бізде жердің атмосфераның жоғарғы бөлігі стратосферада шамамен 10-50 километр биіктікте орналасқан озон молекулаларының шоғырланған қабаты. Жалпы озон қабатының міндеті мен маңызы қандай? Негізгі басты қызметі күннен келетін ультракүлгін сәулелерді сіңіру. Бұл сәулелер жалпы тірі ағзаларға өте қауіпті, себебі олар адамдарда тері ісігін тудырады,
көзге зақым келтіреді, өсімдіктер мен жануарларға зиян тигізеді. Сондықтан да озон қабаты жердегі тіршілікті қорғайтын табиғи қалқан болып саналады. Жалпы озон қабатының жұқару себептері адамдар қолданатын фреондар, аэрозольдер, тоңазытқыштар мен кондиционерлерден шығатын газдар атмосфераға тарайды. Яғни бұл заттар озонның молекулаларын бұзып, оны ыдыратады. Соның салдарынан озон тесігі пайда болады. Жалпы озон қабатын қорғау шаралары бойынша 1987 жылы Монреаль хаттамасы қабылданған. Яғни бұл хаттама бойынша озонды бұзатын газдарды қолдануға шектеу қойылған. Қазіргі таңда озон қабаты біртіндеп қалпына келіп жатыр. Жалпы соңғы жылдары атмосфераның жоғары қабаттарындағы озонның мөлшері 3%-ға азайған екен. Егер озон 1%-ға азаятын болса, онда терінің рак ауруы 5-7%-ға дейін көбейеді екен. Жалпы озонның ең көп жойылуы бізде Антарктидада тіркелген. Бұл жерде соңғы 30 жылда озон қабаты 40-50%-ға дейін жұқарған екен. Қорытынды. Жалпы жылдан жылға уақыт озып технологияның даму шыңына жетіп, адамзат дәуірі өрлеп өскен сайын табиғатқа адамның тигізер зардабы да артып келеді. Ендеше тапсырма, сұрақтарға жауап беріңіздер.